Aslar kızlar sizlerge öte kelgenlerinize rahmet. Başka ne demiz? Tek kana tesavvur. Tek kana da bärimiz ol bala suymadı tutamasa. Son bär bir söylemesem tek kana son baların rahatını görürüz. Apay ağalarga arzamız bärimiz. Ne demiz asla? Soğuz nakımız ne? Және қыздар, және келіндар, барлықтарыңыздың оңышылықтарыңызбен құттықтаймыз. Өмір жастарыңыз ұзақ жасылдарыңыз, бала-шағаңыздың қызығын көріп жүре берейік. Келесі 20 жылдықта басымыз аман есен, бүтін бәріміз қуанышта кездесе берейік. Шыналық болыңыз. Мына сіздер сөйлеп отқан кезде мен әти анау 85-ші жылғы жігіттердің қасына бардым да сөйтем айтып жатыр. Керемет тойларың өтіп жатыр. Біз соған қатысып отырмыз. Біз қуаныштымыз. Біз таң атқанша осы кештеріңізге қатысамыз деп маған тілек айтып жіберіп жатыр. Сол тілекті осы інішектерге жіберіп жеткізіңізші деп әңгіме айтып жатыр. Рахмет Жанболат пенен Мерғалиға шапалақ қойсам. Қалғарыз қосыламыз жігіттер қосыламыз ба жоқ бір кім ансамбль даналықтап жаңалықтап жүретіндер бар ма? Өлең ардақ кейдіріп алып 10 жыл болды көрмегенімізге бірімізді анау мынау Сауранның баласын неғып жүр дейді. Сауранның баласын бергеші осы керек болып отыр маған. Бұл еді Сауран жәкем мен жақсы көреді. Мен де жақсы көремді балдарын бала кейін. Бұл Сауранның баласын тілек айтсыншы. Ойдақсың бәрі? Не болды? Жағдай болмай атырып айтсай? Құт жақ қойып мақтан дегенде. Біздің ауылың бір құсыл тауы бар сондай. Не үйленбейсіз? Мақтан құт жақ қойып. Содан мақтан құт жесе үйленбейсіз ба деймін да мен. Жылда құт жей берсе де үйленбейсіз ба десем? Үйленем ғой деймін. Қазір Қозапаяны да сатуға болады. Құлақтарыңыз алып жылға алдың балдары. Қытайдан ашты ғой, Қозапаяға қабылдайды. Қозапаяға қабылдайды. Бұларға реклама болсын өзінше. Сауранның баласына сөз береміз. Әскербек шапалақ әкім. Құрметті кластар, балаларға келіп отырғандарыңызға рахмет. Апайлар сіздерге де рахмет. Осы жерде айтқан кластарға да айтпағандар бар, қосылып сол үшін алып қойыңыздар. Қысқа. Апа енді бұлардың не істейтін алып саға. Мен көрсетейін мен сіздерге. Мінекей мына Серік Жәкен баласы, есімі Қамбар. Не жұмыс істейсің? Алматы қаласында жеке кәсіпкер. Сіз Алматыда жеке кәсіпкер Нұржан бауырымыз. Кейін Самат қолы ұдай болса деп. Бір нәрсе істеу керек ет деп жүрген. Бір нәрсе істеп қалу керек ет деп жүрген. Бағала сіз істейсің. Кендерден сұрамай қойған, кендер не істейтін түсініп қойды. Кендер осыларды істейді да беркен. Бар ма? Қой. Кендер ажыттырайын айтқаншы. Аты кім? Жомарт кім баласың? Құлмарат Жәкен баласы. Құлмарат Жәкен баласынан анау бала толмайды ғой Құлмараттан. Не істейсің? Не істейсің? Шоғыр. Нормально, отыр десең. Ал келісіз не жұмыс істейсіз? Кімнің үйінде келісіз? Нұржан үйінде. Не жұмыс істейсіз? Нұрсұлтан Назарбаев атындағы мектепте жұмыс істеймін. Алматыда. Қалқасың ба? Нұрсұлтан деп айтсың, қалқасың. Нұрсұлтан Назарбаев атындағы мектепте жұмыс кәдімгі өздеріңіз ұстаз екен келініңіз. Медбике. Ауырып қалғандар бұл жаңағы. Мұрны қанаса. Не болды? Біреу ұрған ғой, не болды дейсің? Сіз кімнің үйінде келінсіз? Ербол, бірінші Ербол сұрақ. Ербол, не жұмыс істейсің? Стройка. Ербол кім? Әкең аты Ербол деген ғой, кешірем. Әкеңді де шатастыратын баяғы. Сіз не істейсің?
Rahmet. Uyda boluyuruptu. Ayıp adam, uyda жүргүрүптү. Sağlanın balası destiydi. Автобус Алматы Погороду. 80 минут маршрут. Ой, бәрекелді. Автобус, қалқаман, Андыкүлка, кәрі тастап деп жүретін адамдардың бірі екен. Одан кейін Нұрғали кім баласың? Бұл Әшеке кім баласы? Ұқсап тұр. Құрылысшы. Рахмет. Мінекей, елімізге құрылысшы керек. Сіз кім баласың? Сәулен Жәкем баласы, екінші көшет тұрады. Не жұмысың? Сәулен. Қандай жұмысың? Қала өресіндегі қандай жұмысың? Сен сонда аралдайсың ода қалдың. Кәне, қандай жұмысың? Стройка дейді. Ай, бәрекелді, өзі Сәулен сияқты, приколчик екен, Дәулет сияқты. Сен Керімбайдың баласы? Шегаразмын. Не дейді? Онаның осы арасында жете алмай қаласың да әңгімесін. Шерхан ағара дейді да? Шерхан күнімен бірге деген сияқты да? Шерхан деп қояды да? Сізім шекара екен ба? Шекара қызметіне екен. Халила Жәкем баласы? Жұмыс істемейді. Жағдай болайыншы. Ауылда мақтан дұрыс. Жай ғана кәсіпкер десеш, ал біздің келіндер не істейді деген сөз біздер. Аудандық орталығында адам мектебі. Бәрекелді рахмет. Атыңызың? Мектепке болғанда сонда қай жағынан мектепке? Женский, мужский? Жан-жақты. Ой, жан-жақты. Жан-жақты екен келім. Сіз? Үйде. Кімнен келді? Бекжан Жәкем келді екен. Үйде. Сіз? Құда қаласа істейсіңдер. Сіз? Енді сіз Дарын жегені мәне өмір. Сондай болып қалды екен. Бергелі, мына не істейді, мына не істеп жүрген. Берген, мына осы Қалыбек көкемнің баласын не істеп жүрсің де, көрінбесін ғой қаяқтасың, жеңіспен қаяқта, ерлан қайда деген сұрақ қояды. Кән, ешегін не жеген жүрген. Келесіға жеген болады екен. Діләнді бәрін патшам дегесін. Рахмет, дұрыс. Не болса да қызмет, бала шағаның бабы қызметіне. Ал осында Жандос деген інім, Құдайға шүкір ауданда темір банкте үлкен маман жұмысын істеп жүрген азамат. Дұрыс па? Басып қалды? Келе ғой. Мынау Исақтың баласы. Тракторист шығар бұнда. Халыққа қызмет етші сенің білесің. Ильич Жетсай таксист. Ана бір таксисттер болады екен. Бір таксисттер тойға келсе, тілек айтқан кезде айқайлап айтады екен да. Ал енді дейміз енді, құрмет тойлап тұр. Осында да, уа деп айқайлап сөйлейді екен да. Сөйтті, мынау не айқайлап сөйтіп тұр? Отырды адамды отырысқа шақырып, кішігірім осындай бір столды отырысқа шақырса, сол жерде айқайлап сөйлейді екен да. Мына кісінің құлағы ауырма, неге келетісі, бұл таксист деп айтады. Үйлеп қалған олар айқайлап сөйлеп. Ильич деп тұрған ғой. Ильич Жетсай деп қойсын, ешкер орғыз Жетсай дейді да, Жетсайда Ильич дейді тұр. Сондай азаматтар дұрыс енді. Қызмет бұл өмірде әркімнің өзінің орны бар, жасайтын жолы бар, қызметі бар. Оның арқасы кімнің арқасы? Біздің төрдегі отырған ұстаздарымыздың арқасында ұстаздарға шапалақ ұрайық дегенге білім берген ұстаздардың арқасында. Кәне Жандос. Құда қаласа соған келе жатырмыз. Ойыма şimdi екі қабат әйелмен келгенде шыбы бар іске. Іші дейіп болады ма? Артқа қарап перезден ойын. Онда сіздердің құрметіңізге жақсылап бір вальсқа түсейік деп еді, бірақ негізі өзімізше 86 жылдардың бітіріп атқан жылы, 2003-те бітіріп атқанда музыкалар болған. Әркімнің өзінің заманда хит әндер болған. Соларды қоямыз. Билейміз ба? Кет онда давай. Сіздердің құрметтеріңізге балалар жіберген екен. Ау!
cengaman çıksana Muhtar oldum izinde Nazlamasdan gelsana Aksana cengaman çıksana Jonathan oldum izinde Boyanıma gelsana Aksana Hayolim bir umr yolg'iz sendadir Aqlimni boshimdan olding ketding yo Sensan yolg'izsan yolg'izman joyimsan qalbimda sen bo'lasan sen olasan yor Aksana cengaman chiqsana izingda Nazlamasdan gelsana Hoppa, orna oturup durursunuz. Ortanızda jaygasa, ortanızda jaygasa kerak. Jaygasa, budan keyingi videolarni arqarab kelimetdan jaygasa, bir sutga jaygasa, qimmat qilib jaygasangiz kerak. Endigi so'zning keziga, tag'ara o'zlaringizga jardamlab aytib жатырмыз. Осында Бауыржан деген бауырымыз. Апайлар, ұстаздар, асықпаңыздар. Өйткені ұйымдастырушылар алқасы сөйлейді жатыр. Бауыржан жұбайыменен, және Арман бауырымыз жұбайыменен, және Ғалымжан, сонымен қатар Әсіл деген бауырларымызды жұбайымен шақырамыз. Қане бір шақырып, қошемет болсын. Достарымызға.
тойдың болғанынан сәл микрофонды азып шаш. Тойдың болғанынан болады қызық деп, осындай өте берсін бір өзімізде шыжық деп жүрген азаматтар өздерісіңдер. Мінекей, қыстан бері айналысып қозған. Осыған тікелей көңіл бөліп жатқан азаматсыздар. Мінекей мен ырзамын. Ауылымызда сондай емшіл азаматтар барына білемін шығар. Небір 10 жылдықтарды, небір 20 жылдықтарды көріп жатырмыз, асабалық қызмет жолында жүрген кезде. Дәл бүгінгі 10 жылдық ешкімде болған жоқ мәселеге. Шабалар байқаймыз. Не көргендерді? Ал енді сөз кезегін бұрайық. Ой, суретшілер не болды? Жоқ, олар өріп кеткен жоқ, суреттерін көріп кетті. Енді Бауыржан, Ғалымжан, Арман, Әсіл, сіздерге Алланың нұры жаусын, отбасыларыңызға тек той болсын. Мінекей қасыңыздағы қосақтарыңызбен бірге терең қартайып, осындай қуаныштың күнінде жүріңіздер. Мен бірінші келіндерді алға бір қадам шақырайын дағына, ұстаздарға деген ақ сәлемін қабыл алайық. Ұстаздар, сіздердің құрметтеріңізге мінекей келіндеріңіз сәлемін салсын. Бірім, екім, үшім, төртім. Апайлар бүйтіп қарайлар қасын. Біздің апайлар көз өнектер болды. Рахмет, сәлемдерін қабыл болсын. Құда қаласа айтады ғой, бізде егегенде егістап, шалқайғанда тоғыстап жүреді. Сондықтан енді жақсылық болсын. Біз осында жігіттердің атынан, осы Арман, Бауыржан, Ғалымжан, Әсіл жігіттердің атынан осы күнді Амажан мейрамханасы деп ат басын бұрып, осы жерге осындай қуанышты өткізейік деп бір құдайдан тілеген болса, осы Амажан мейрамханасының бастығы, осы Амажан мейрамханасының басшысы, менің досым, Байдаржандар елінің жиені, Қаракөсенің ұланы, Оразгелдің күйеуі Болат мырза сіздерге арнайы тойхананың атынан мороженое шапалақ қояйық. Амажан мейрамханасының басшысының атынан бүгінгі кештеріңізге рахмет болады. Және Орынкүл бәке бой көтеріп қойсаңызшы, былай бүйте қол көтеріп. Мінекей Болат мырза және Орынкүл ханым. Ореке? Ой, ана тұрысты. Ана тұрысты деген аяды. Суретке түсірелеп тұрыстар ғана. Құтты болсын 10 жылдық. Сіздерге рахмет, келіншектерге рахмет. Мінекей біздің шалымыздың деп сөйлейтіндер бар ғой арасында. Жап-жас сөзінде біздің шалымыздың деп сөйлейтіндер бар. Арқасында да қалады. Сонда шалып қалдық па деп қаласың ғой. Сөйтсе ол неге бүйтті жаңағы айтады, 40-қа дейін әйел бала қарайды екен. Еркек дала қарайды. Жүр ғой мұндай далада, иә? Сендер бала қарайсыңдар. 40-тан кейін еркек, әйел 40-тан кейін әйел деп балаға қарай береді екен соны. Еркек шама қарайды екен. Не істеп қойды деген түсінбей қалады екен да. Кейін кемпір шал болады ғой. Сол кезде де қарайтын шығар деп үміттенеді екен кемпір да. Сөйтсе шал, кемпір шалға қарайды екен да үміттенеді. Сөйтсе шал малға қарайды екен. Жем салды, шу салды, жүреді дейді. Қызым. Сондықтан енді мынау бір-біріңізге қарап, бір-біріңіздің осындай демел, осындай күнді өткізейік деп армандаған күндерге армандастар, құрдастар болып жеттіңдер. Ендігі сөз кезегі сіздерде. Қысқаша, нұсқаша тілек айтайық. Сөз бастауын Әсекеңнен бастаймыз ба? Бәкеңнен бастаймыз ба? Ғалымжаннан. Бойдақ бар дейді. Кім бойдақ? Дұрыс. Жоғысты осы деген тілек берейік. Осындай мен ойлап қоптым да, кісінің қасында тұрғанға. Қой, Әсіл деп, кәдіп жүрсін деп айтайын деп тұрып, сөйтсек Арман үйдегі келмеген ғой. Әсілдің өзін тілегінде бойдап жүр ғой, қыздарды ойлап, махаббатты сағынып, бір өзіне бағынып, достарға жағынып, үйленбей жүр бұл не ағып деп қояды. Шапалауын әккен екен. Не дейміз, ұстаздар, достар, класстастар екен. Аманшылық болсында бүгінгі 10 жылдық мерекемізге қош келіп жатсыздар. Келесі жылы 10 жылдан кейін тағы біз бас қосып отыра берейік.
аманшылық болсын, жылдар берекеңіз түгел болсын. Алла нұры болсын барыңызға. Келесі жылы Құдай қаласа жолға бірге командасы. Аманшылық. Бәрекелді. Енді Астанадан келіп жатқан қонақтарымыз бар. Енді анау жақтан бастайық. Онда Шымкенттен бастасыздар. Шымкент көтейік. Айтшы кімге берейін? Астана тыныш. Астана тыныш болса жетті тыныш. Ауыл тыныш, Шымкент вообще тыныш. Астанаға барайық. Астанадан келіп бірге осындай отырыс ұйымдастырып жатқан жігіттерге мың рахмет. Мың алғыс бір шапалақты аямай ұрайық. Тағына сөз арманға бұрайық керемет. Ал не дейміз да? Біріншіден, ұлағатты ұстаздар, сіздерге рахмет осы келіп отқандарыңызға. Әрқашанда осындай кең дастарханда басымызды қосып, арамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Осында отқан достарым, жаңағы класстас қыздар, барлықтарыңызға да рахмет осы келіп отқандарыңызға, тойға. Құдай қаласа әрқайсыңыз, Құдай қаласа осындай той көріңіздер. Әрқашанда той болсын, жақсылық болсын, сол жақсылықта сіз біздесіп бәріміз күліп ойнап жүре берейік. Сол үшін. Рахмет. Арман бауырымыздың келінің есімі, біз бәрі келін дей береміз ғой. Перизат келін ортаға. Перюха. Жарюха дейсің ғой. Шапал ұртпайық. Перизат келінге кәлемін. Құрметті ұстаздар, міне осындай шәкірттер тәрбиелеп отқандарыңызға рахмет. Енді 20 жылда да осы жұмыс жазылмай кездесе берейік. Сол барлығыңыз бақытты болыңыздар. Енді осында Ғалымжан деген бауырымыз тұр еді. Ғалымжан. Ғалымжан қарса күле біледі. Тек келді сондай дейді. Ержеттер бір-біріне сондай болады ғой. Жындансандар да күле біледі жастар. Жындансандар да күліп жындандан жастар. Сен деген о? Мен ырзамын сол. Күлген жақсы қой өмірде. Күліп жүргенге не жетсін. Рахмет мінекей. Бұда сіздердің сол күлкі жарқын жүздеріңіздің арқасында, шын жүректің арқасында өтіп жатқан нәрсе осының бәрі. Сөз сіздерде осының. Ниетіміз бар. Ғалымжан досымызға сөз бұрамыз. Шапалақ! Құрметті апайлар, ағайлар, ендеріңіз сау болсын, осы күнге жеткізген осы тәрбиелеп сіздердің арқаларыңызда. Не дейміз, осы біздің 30 жылдық, 40 жылдық той жиынымызда бәріміз бірге бас болсын, кең дастарханда жолға берейік. Ендеріңіз сау болсын, достар, күйеуbalдар, қарындастар, сыныптастар, барлықтарыңа жақсылық тілеймін, денсаулық тілеймін. Ендеріңіз сау болсын, әрқашанда осы недеріңнен айырмаңдар. Бақытты ойнап күліп жүре беріңдер. Басымыз көбейе берсін. Ендерің сау болсын, жақсылық болсын әрбір шаңырақта. Ғалымжан, Ғалымжан сұрап отыр да, осы нелеріңнен айырылмаңдар деді ғой сен. Сен Ғалымжан, нелеріңнен деп отыр да, ойлап қалды да, нелеріңнен деген, әйелдеріңнен не біз өзі түсінеміз ғой, мысалы, ненің ішінде не бар десе, соны айтып береміз бар. Түсінеміз ғой, ненің ішінде не бар десе, айтып береміз ғой. Айтып береміз тауып. Дұрыс па? Бір кемпір айтқан екен, айналайын не деп қойды тамада қарап. Біз кімбіз десек, тамада екен, кімбіз деп не екенбіз де біз. Айналайын шырағым не ағаныңа рахмет дейді. Сөз бергенге рахмет дейді. Сені не ағылама, не ағылмайма деп едім, не ағылдым ғой дейді. Енді не ағыл деймін енді, сен не ағана кейбір не ағылайын енді. Екі жас не ағылай берсін деп отыр. Бақыт болыңыз. Сол екі жас не ағса, екі жақтан не ағылады ғой. Бүгін істеп жатқан нелер екен, сол нелеріңді не ағып атырмын мен. Осы мен айтқан неме жастап не ағып қойдар десе болады ма? Сол айтқандай, достар, бір-біріміз көрмесек сағынамыз. Ал көргеннен кейін бір-бірімізге бағынамыз. Осындай достар сөйлегенде қарап отырамыз ба, не аламыз? Шапалақ. Кәне. Ендігі сөз Жанар келін деп осында, Ғалымжан келін. Астанадан. Алдымен класстастар, қыздар, күйеуbalдар, жігіттер, сөзге құлақ боласыңдар. Едім апайлар бірінші сіздерге үлкен рахмет айтамыз, осылай
жігіттеріміз, жұбайларымызды осы дәрежеге жеткізіп, жаңағы оқытып, не қандай күшті. Үлкен рахмет сіздерге. Менің қыздарға, күйеуларға келгендері үшін үлкен рахмет сіздерге де. Әрдайым бақытты болып, жүздерінен күлкілер айырылмай, бір бастарын екеу болып, жаңағы бойдақтар, біздегі бойдақтар көп қой. Деп екеулерін үшеу түрде болып, жұрттарының айырылмай, осылай 10 жылдық, 20 жылдық, 30 жылдықта осылай күлкі ойынмен кездесе берейік. Жанар келін айтады ғой енді. Ұстаздар сіздерге рахмет, менің күйеуімді яғандар үшін деп отыр. Ол жігіттерімізді яған үшін деп түсінемін мен оны. Яған үшін деп түсінемін мен. Әділде осы ұстаздарға айтып осы біреулер айтады, біреу бүйтіп айтқан ғой, даты осындай сөйлемайды екен да күйеу баласына. Есін ашып қойған ғой күйеу баласы. Күйеу бала не алайын сен сіздер, рахмет енді. Рахмет саған қарындасым яған. Алғаныңа деп айта алмайды ғой. Сондай бір әңгіме ғой бізде, сондай өз кете береді. Енді бәрін айтып бірін айт. Жол полициясы дейді. Бізде анау үш әріпті айтады ғой, бұрын ГАИ, қазіргі МАИ дейді. Сол қызметінде елдің қызметіне жүрген. Біз айтатындек қарағанды қақ жүрін. Осындай жарқыныменен, жақыныменен араласın. Қуанышқа араласın. Өз қызметіне берік болған, келіншегіне серік болған, достарына да берік болған азамат осы жерде Бауыржан деген жігіт тұр. Бір шапалақты аямайық. Өзіміздің Алмастой, Обыл ГАИ бастығының бөлесінің балдарымен араласатын жеріміз. Мен тоқтағызам, біз мақтанып айтсақ жарасамыз. Кімді мақтап айту керек? Біреу келіп біздің сыртымызға шыққан мақтап айтып, мен мақтап айтсам болады. Бәрінде мен мақтап айта аламын да. Құдайға шүкір мінекей. Абырой қос, жасыңа жас қос, басыңа бас қостың, көбейіңдер, дейгіңдер. Сондықтан Бауыржан достарымыз аман болсын десеңдер, шапалақты аямай орамыз да сөз десеңіз Бауыржанға бұрамыз. Мінекей. Құрметті ұстаздар, құрметті достар, класстастар, сіздерге тілерім әрқашанда жақсылық, аманшылық. Құдай қаласа, биыл 10 жылдық өткізіп жатырмыз. Құдай қаласа 20 жылдық, 30 жылдық, 40 жылдық өткізіп, әрқашанда аман есен болып, Құдай қаласа, әрқашанда жақсылықта кездесе берейік. Сол үшін туғыл шапалақ. Жолдасым Айшаға берейік. Жолдас болған ғана. Жақсы араласасыңдар ма? Постоянно бірге жүресіңдер ма? Жақсы араласасыңдар. Жолдасың сөз береген. Бұл кісі Айша дедіңіз ба? Айша, жүрмейсіз қой, күйеуіңіздің қасында жайша. Осындайда бір тілек айтып, ақ тілегімді шын жүрекпен осы бүгінгі күйеуімнің достарына жайшы деген ниетпен сізге сөз береміз. Шапалақ айтайық. Құрметті Тамада мырза, ал құрметті ұстаздар, қыздар, күйеу балдар және жігіттер, осылай осы дастархан сыйлап келгендеріңізге рахмет. Барлықтарыңызға біріншіден ұстаздарға рахмет айтқым келеді. 10 жыл бұрын осындай осы ер азаматтарды және осындай бір қазір аяулы ана болып отырған қыздардың барлығын жақсы тәрбие беріп, мектепті бітірткеніне сіздерге рахмет айтқым келеді. Құдай қаласа бұдан кейін де 20 жылда, 30 жылда, 40 жылдықтарда да осылай дастарханымыздың төрінде отыра беріңіздер, күліп, жайнап. Ал барлықтарыңызға неден тек қана жақсылық тілеймін. Ең бірінші деніміз сау болсын, денсаулығымыз мықты болып, осындай той жиындарда бас қосып, бірге ойнап күліп жүре берейік. Құдай қаласа 20 жылдық, 30 жылдық, 40-50 жылдықтарда кездесе берейік. Рахмет келін. Келін не жұмыс дейді? Қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі сөзінен байқап тұрмыз. Ғалымжан деген келін не жұмыс дейді? Медсестра. Сонда мед әпше деген сөз. Сіз не жұмыс дейсіз? Кімнің? Арманың деген келін мұғалім. Қай сабақтан? География. Қытайды білесіз ба?
Американы білесіз. Өзбекстан қаяқта дегендей. Сөйтсе ол жерді танимын, мен географияда 3 жыл болғым керек екен. Сіздерді құда қаласа сондай, осындай қасыңызға, жаныңызға, қойныңызға деп айта берейін мен. Сөйтіп айтсақ қызығады екен ба күйеу бойдақтарда. Бір жақсы, жүрегіңізді жақсы көрген, ойыңызды жақсы көретін бір азаматтың басы құрып азаматшылығын бақытты өмір кешіңіз. Әсілге сондай бір тілек айтайық осы жерден, қошемет таппайық, бойдағы болса екен. Мынау құрметті келіншектер, рахмет, келіндермен ырза болсын қарапшы. Тура мен келіншегім сияқты. Оригинал екен олар, сөйтіп келеді олар қалмайды. Бітеліп келеді екен да. Үндемей тындыра ма? Үндемей тындыра ма? Жоқ, бұлар үндемей өзімен өзі істей бересің ғой. Анау бір әйелдер айтады екен, осындай керек деп айтса, ана деп айтып келеді ғой. Сен ондай деп айтпаса да келе бересің де, осындай керек қой екен, ондай керек қой деп. Біз сондай бір отбасын ойлап қойған азаматпыз да, біз сондай отбасыларымыз сондай берекелі болсын. Енді мен айтайын, жақсылыққа демеу болған, қуанышқа кемелденген, осы бүгінгі кешті өткіземіз деп, сонау күннен бері армандап жүрген азаматтардың бірі, соған атсалысқан Арман, Бауыржан, Ғалымжан, Әсіл, сол кісілердің келіншектеріне бір шапалақ ұрып рахмет айтқандарыңызға. Қошемет болсын, қыздар келіп отыр. Ендігі 20 жылдықта бұдан да сәл кәртейсіңдер. Кәртеймейміз дейді, кәртеймейміз деді. 30 жылдықта сәл әжім түсу мүмкін. Қой, қазір әжімді білдіртпейтін кремдер бар біздің. Мейлі, 40 жылда да сәл әжім түсу мүмкін, Түспей ма? 50 жылда ше? Вот, мына сол беттеріңізге әжім түспесін, қартаймаңыздар. Бірге күліп ойнаңыздар. Бауырларыңыз бүтін, бастарыңыз аман, отбасыларыңызға тек жақсылық болсын. Осы тілекті мен жалпы осында достарға да, төрдегі отырған ұстаздарыңызға да айтқым келіп тұр. Мінекей, айтады ғой, сыйластықта өмірдің жарқындығы 5 саусақтай біледі ау әркімнің дегендей. Мінекей 5 саусақтай білеміз, сыйластық. Мінекей осы күнге жеттік. Ал жеткенімізді Құдайға шүкір дейік. Құда қаласа келесінде